Өткөн суу тасқынынан зардап шеккен Есіл ауданының ауылдарының оқушылары Көкшетау қаласының тарихы музейінің залдарымен келіп танысты. Және осы оқушылардың барлығы қазіргі таңда Зеренді ауданының Сұңқар демалыс орталығында демалып жатқан оқушылар. Еліміздің басына түскен осы бір ауыр күндер тез арада артта қалып, қалыпты өмірге оралуларына тілектеспіз. Мен Есіл қаласынан келдім. Атым Болатұлы Солих. Мен осы музейде бұрынғы Көкшетауды білдім. Өте күшті екен. Сіздер де келіп тұрыңыздар. Бұрынғы заманға кіріп кеткен сияқты боласың. Өзіңді сол заманда өмір сүргендей сезінесің. Маған осы жерде барлық несі ұнады. Бұрынғы ас үйі бар, зал дейтіндей залы бар, күшті киіз үйдің іші де бар екен. Маған әйтеуір осы музей ұнады, келіп тұрыңыз.